Қазір біз осы жерге келдік. Сол отандасымыз тұрған үйге қазір ішке кіріп, толық ақпаратты бірге көретін боламыз. Жалпы оқырмандар, мінекей біздің марқұм отандасымыз дәл осы жерде, осы орында қайтыс болған екен. Қазір оқиға болған жердің барлығына келдік. Жалпы осы жерде 2018 жылдан бері өмір сүріп келген Қазақстан азаматы екен. Ешқандай денсаулығы тарапынан ешкімге шағым айтпаған. Осы жерде жүрегі тоқтау салдарынан қайтыс болған. Есік ішінен жабылып қалған және ол кісі осы жерде ұйықтап қалған. Ал үйдің есігін осы үйдің бастығы мынау терезеден сырттан кіріп ашқан. 감사합니다. 안녕하세요. Қазір кіріп үйдің барлығын көрдік, ақтардық. Отандасымыз дәл осы Волгоград қаласында осы үйде бірінші қабатында тұрып келген. Міне кеше мен сіздерге ақпарат берген болатынмын, бір Қазақстан азаматының қайтыс болғандығы туралы. Мынау менің алдымда тұрған мәйіт. Өкінішке орай мен сіздерге бұны бетін ашып көрсете алмаймын. Қазір жағдайды көрдік, өте өкінішті. Бұл азамат 1982 жылы дүниеге келген Қазақстан Республикасы Шымкент қаласының тумасы Нұрлыбек Дүйсенов. Бұл оңтүстік Кореяның үлкен Кванжу қаласында, қазір біз мінекей Чаңлашижан мәйітханада тұрмыз. Бұл азамат Қазақстан азаматы болғанымен мәйітін Өзбекстан еліне, Өзбекстан Республикасы Бостандық ауданы Ғазалкент қаласына жіберу қажет екен. Себебі жақындарының барлығы сол жерде. Мамасының жағдайы өте ауыр, әлі баласын қайтыс болғандығы туралы біз оларға хабарды жеткізген жоқпыз денсаулығына байланысты. Құрметті оқырмандар, бейжай қарамаңыздар осы нәрсеге, қолдан келгенше қайырымдылықтарыңызды жасаңыздар. Осы мәйітті туған жер топырағына жеткізу үшін қазір мәйіттерді шетелге тасымалдайтын компания 6 миллион оның кәріс ақшасын сұрап отыр. Осы ақшаны біз қазіргі таңда жинауды бастадық. Сондықтан бұл жерде қазір осы халықтың арқасында ешқандай мұсылмандар кәріс жерінде қалып кеткен жоқ. Барлығын өз еліне біз жібердік. Сондықтан отандастар, сіздерден тек қана қолдау күтеміз. Қалған құжаттардың барлығы дайындалып жатыр.